Сәліктегі каша, үйдегі каша, жемін каша. Балам, сен білесің ба? Біздің батыр бабаларымыз бар ғой, кашаға тойып алып, жауға шапқан ғой. Өтірік етпені. Өтей, несі өтіргің? Кім айтты каша жеп жауға шапқанды? Өтірік болмаса, онда өзің жегіз балаға. Сен ма, шықшы. Еркекше сөйлесейік екеуміз. Сен бала бар ғой, на кашаны жемей, кухнядан шықпайсың, естің ба? Сәлікте жемейді, үйде жемейді. Аз тоз бөлетін бол, соңғысқан ерім сияқты бәрі. Балам, шешеңе сенбей қой. Кім айтты каша жеп жауға шабады? Сол өтірік қой. Өтірік қой. Жеме қойсам болады ғой, каша. Жоқ, жейсің ғой. Оның да пайдасы бар. Айтайын ба? Кашаны көп жесең бар ғой. Әшеу, деу балам. Рас па? Онда жей. Бер әкеле. Не болды? Сен жейсің каша. Немеге мен жеймін? Өзің неге бала күніңде каша жемегенсің? Ой, сен де айтады екенсің. Бала кезінде каша деген болған жоқ біздің. Оның үсті поздно, немеге жемеді? Ешқандай да кеш емес. Жейсің. Сен балаң көздері жүрген соны.